Қайтадан мына картам жүрмейді дейді. 45 теңге төле дейді. Мен не понимаю орысшаны. Вы сейчас только со мной по-русски разговаривали. Ай, орысша емес, мен сенімен қазақша сөйлестім. Міне мынау ішіп алған ғой деймін. Мен сенімен орысша сөйлескен жоқпын, мынаны сұрадым ғой, мынау қазақша сөйлеген сен ұққаныңды мен кінәрімін ба? Сен ұқтың менің қазақша тілімді. Енді мен кінә болып тұрсың, мен саған ақша бермеймін, міне маған берді, осымен жүрем. Болды, енді шеу бол. Шығар. Міне маған айтады, шығарам дейді, мынаны төлемегесін, 45 теңге төлемегесін деп. По месту вы что меня фотографируете? Құқығым бар сондай. Айт, шығаратыныңды. Я сейчас уберу вас. У меня весь салон пассажиры, свидетели. Міне, шығарам дейді қазір тоқтасан. Телефонымды алып қойып, жаңа төбелесті менімен. Міне, мынаны айтады, жарамайды дейді, 45 теңге төле дейді. Мынаны неменеге берді, мен 45 теңге төлейтін болсам. Жоқ, сіз если по месту болсаңыз, бесплатно. Ой, баяу, мынау қалаға же біз нетеміз ғой. Жоқ, сіз енді төледіңіз ба енді? Төлеген жоқпын, төлемеймін де. Маған берді ғой. Қайдағы ақша, мен ақша салмай, мен 0 теңгемен жүрем, бірінші, екінші топтағы мүгедек. Она инвалид первый, второй группы. Она бесплатно. Так, документ бар ма? Сұрасын менен қазақша, көрсетем. мүгедек қағазды көрсетіңіз, болды, одан түсінбеген жоқ. Өзі сұрасын менен мемлекет тілінде. Мен онымен французша сөйлесіп тұрған жоқпын. Білмесе қойсын, мемлекет тілін әлі ешкім өшірген жоқ. Болады. Болады. Документіңіз бар ма сізде? Әрине. Басқармасына көрсетем. Басқармасымен мен қазір сотқа бара жатырмын. Тағы көрсетем.